Сәлем баршаңызға. Бүгін осындай қуырылған түшпара жасаймыз. Өте оңай әрі дәмді. Алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бірінші ыдысымызға суымызды құйып, картопымызды ашып, тазалап алып, картопымызды салып қайнатамыз. Bir ас қасық тұз салып, қайнатып, піскеннен кейін картопымызды сүзіп аламыз. Картопымызды жақсылап езіп, картоп езетімен немесе вилкамен жақсылап езіп, пюре жасаймыз. Дайын болған пюремізге 2 ас қасық шекер саламыз. Және 50 граммдай сары май салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Кішкене тұз саламыз. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Пюреміз дайын болды. Енді қамырын жасаймыз. Қамырына мен көптеу жасадым, сіздер өз қалауларыңызша аз жасасаңыздар да болады. Ұнымызға тұз саламыз. 2 шай қасықпен толтырып саламыз. Және 4 жұмыртқа саламыз. Мен көп жасайтын болғасын 4 жұмыртқа салдым. Сіздер аз жұмыртқа салсаңыздар болады. Және жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болған соң жылы жерге пакетке салып тындырып қоямыз. Енді қамырымызды алып, бөліктерге бөліп жаямыз. Қамырды тым жұқа емес, тым қалың емес, орташа етіп жаямыз. Қамырымызды жайып алдық. Енді кесеміз. Осылай видеодағыдай кәдімгі түшпараны түйетіндей қылып, қамырымызды кесіп аламыз. 4 ұшты бірдей бөліктерге кесеміз. Пельмениді түйетіндей етіп, 4 бұрышты қылып кесіп, пельменилерді түшпарамызды бүгеміз. Міне қамырларымыз дайын, барлығын осылай қойып шығып, өзімізге ыңғайлы етіп, арасына картоптан пюремізді салмамызды салып, пельмендерімізді бүгеміз. Міне дайын болды. Енді осыларды қуырамыз. Қазанымызға майымызды құйып, әбден қызған кезде пельменилерді салып қуырамыз. Қызартып, қуырып, сосын барып аламыз. Міне қуырылып болды түшпараларымыз. Енді сүзіп аламыз. Қағаз салфеткенің бетіне қойсаңыздар да болады. Майы сырғу үшін. Ас болсын баршаңызға, отбасыңызға жасаңыздар.
Менің каналыма тіркелуді, лайк басуды ұмытпаңыздар. Менің каналымда көптеген рецепттер бар. Тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет.